Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мен оқушыларыма арналған осындай шығармашылық карта Наурыз мерекесіне жасап отырмын. Оқушының аты жөнін жазады, Наурыз жыл басы деген тақырып алып отырмын. Астындағы күнтізбеге оқушылар Наурыз мерекесін 22-сі күні тойлайтындығын белгілеп қояды. Және де Наурыз көктем мерекесі болғандықтан беріліп отырған 4 мезгілдің ішінен көктемді тауып, сол жердегі суреттерді бояйды. Оның астындағы тапсырмамыз: ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс бақытты болсын, 4 түлік ақты болсын деген өлеңді оқушылар 3 минутта жаттап айтып беретін болады. Сондай-ақ оның астында жұмбақты шеш, суретін сал тапсырмасы беріліп отыр. Алып сап-сары аспанда жарқыл етеді. Көрген бала қызығып, зерттегісі келеді. Күннің суретін салады. Аспандағы қалпы бірде С әрпі, бірде О әрпі, яғни айдың суретін салады. Күн мен түннің Наурыз мерекесінде теңелетіндігін айтып кетуіміз қажет. Келесі бетін ашатын болсақ, Наурыз мерекесіндегі басты тағам, бұл жерге Наурыз көже екендігін жазады, және де Наурыз көженің 7 түрлі тағамнан жасалатындығын жазады, немесе суретін салып қойса да болады. Оның астындағы тапсырмамыз көктем гүлдері деп аталады. Гүлдерді бояйды, және де гүлдердің атауларын жазады: қызғалдақ және бәйшешек. Сонымен қатар жыл құстары деген тапсырма. Бұл жерде жыл құстарын тауып, аттарын оқып, жыл құстары мен қыстап қалатын құстарды ажырататын болады. Ұлыстың ұлы күнінде, яғни не істейміз? Алтыбақан тебеміз, одан кейін арқан тартысамыз, ұлттық нақышта, ұлттық дәстүрімізге сай дастархан әзірлейміз, би билейміз, ән саламыз, көңілімізді көтереміз, асық ойнаймыз, көкпар тартамыз, отбасымызбен бірге ағаш отырғызамыз, ата-әжелеріміздің батасын аламыз. Сонымен қатар оқушының соңында суретті өз ойымен аяқтап, сал, боя шығармашылық тапсырмасын орындайтын болады.